ашсын осы білім беру саласын тиімділігін арттыру бойынша берген тапсырмасының шеңберінде қазір үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Барлық деңгейлерде осындай кездесулерді өткізіп, мұғалімдермен ашық талқылау өткізіп, әртүрлі шешімдерді қабылдардың алдында әрине де осындай талқылау өткізген өте маңызды. Сондықтан бұның алдында біз бірнеше осындай кездесу өткіздік. Өздеріңіз естіген шығарсыздар. Бұның алдында біз осы математика пәні бойынша барлық еліміздің үздік мұғалімдерін жинадық. Одан кейін оның алдында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бойынша барлық мұғалімдерді жинап, осы пәндердің мазмұнын талқыладық, бағдарламаларын талқыладық, қандай өзгерістер керек, қандай проблемалар бар екенін, және де әрине де осы пәндердің мазмұнына қазір кейбір қажет өзгерістер енгізілетін болады. Енді бүгінде де біз осы мектепке дейінгі білім және тәрбие беру мәселелерін талқылайтын боламыз. Әрине де бұл деңгейде де біраз шешетін мәселелер бар. Соның үшін әрине де бұл енді тек қана қаржыландыру мәселесіне ғана емес, көбінесе мазмұнға байланысты. Енді бұның алдында көп мәселені көтергенде тек қана осы қамту мәселесін қарап жүрдік. Енді әрине де осы жұмыстың арқасында қазіргі уақытта 99%-ға дейін қамту көрсеткіші жетіп отыр. Сондықтан бізге бүгін ең басты мәселе ол деген сапа. Сандық көрсеткіштерден біз сапаға көшуіміз керек. Сондықтан сапа дейтін болсақ, ол бағдарламалар. Осы мектепке дейінгі деңгейдегі білім мен тәрбие берудегі бағдарламалар. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту деп отырғанымыз ол баланың өмірі үшін, баланың болашағы үшін осы мектепке дейінгі жаста берілген тәрбиенің негізі мықты болатыны белгілі. Бүгінгі көтеріліп отырған сұрақ, бүгінгі жасалып отырған іс-шараның өзі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға өте үлкен үлесін қосуда, өте үлкен өзгерістер болады деп күтеміз. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың біраз тұралап тұрғаны белгілетін бүгінгі ұйымдастырылып отырған съезд мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды алға қарай ұмтылдырып, жаңалықтар енгізіп, жұмысымыздың ары қарай жанданатынына сенімдіміз. Раскрыты самые яркие, самые интересные вопросы. Мы обсуждали, насколько интересна интеграция науки с практикой. На сегодняшний день это очень актуально. И самое главное, бинарное обучение. Насколько воспитатели детских садов должны быть приближены к научной деятельности. Қазір болатын үлкен осы пленарлық отырыстағы талқылау міндетті түрде біз ол мәселелерді қарап, ары қарай өзіміздің саясатымызды қолданатын боламыз.